қазір шынында қоғамда бір-біріне жылы сөз айту азайып кетті шынында. Жұртты мезеткен осы марапат, мақтауды өзіңіз күтесіз ба? Өтірік мақтау, өтірік қолпаштау. Ақын жазушылар бір саяси қоғамдық жұмыстарға араласпайды дейтін бір ренішттер айтылып жатады. Қоғамдағы адамдардың талабы жаңағы айқайлап көшеге шығу. Сіз өзіңіз пара берген кезіңіз болды ма? Осы елге бір әдемі көріну, дұрыс көріну, жақсы сөз айту. Сіздің өзіңізге жиі қоятын сұрағыңыз бар ма? Әке шешеме қандай жақсылық жасай алдым мысал үшін. Қазақ жастары қажет қосымшасын ойлап шығарыпты. Ол жерде әлеуметтік желілерді қалай жүргізуге болады, қалай пайда табуға болатынын үйретеді. Және Каспи қосымшасы арқылы пайда табуды да үйрене аласыздар. Біз Каспиді әдетте біреуден қарызға ақша сұрау үшін, біреуге ақша жіберу үшін ғана пайдаланамыз. Бірақ оның зор мүмкіндіктерін білмейміз. Ол жерде 100-ден аса сабақ бар және түрлі бағыттағы сабақтар қосылып дамығанның үстінен дамып жатыр. Егер ақпарат алғыларыңыз келсе, төмендегі нөмірдің WhatsApp-ына жазыңыздар, немесе қажет қосымшасын тіркеп алыңыздар. Қазақ жастарын қолдайық. Армысыздар, көрермен қауым. Бүгін бізде қонақта халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Әлібек Шекебай. Әлеке, қош келдіңіз. Қош көрдік. Мынау сіздің осы Алматыға 17 жасыңызда келдіңіз. Содан бері мінекей 35 жыл өтіпті. Қалалық адамға айналдыңыз ба? Жалпы, 35 жыл болыпты шында. 17 жаста мектеп бітіргеннен кейін осы Алматыға әуелі Алла, одан кейін жаңағы нағашым бар еді. Сол кісінің жетегіне еріп, Алматыға арманды арқалап келдік. Алатаудың баурайына. Міне содан бері 35 жыл өтіпті. Бұл мәселеде кейде өзімді ойланам. Бұл жерде қалалық бола алған жоқпыз, және бола алмайтын да сияқтымыз. Өйткені ол үшін осы қалада туылып, қалада бала болып ойнап, қалада мектеп қабырғасында өсіп, содан кейін барып, жалпы өзі қалалық болу үшін қалада туылу керек. Менің түсінігімде. Ал енді шында 35 жылдан уақыт өтсе де, мен өзімді сезінген емеспін. Және менің айналамдағы басқа да жігіттердің кейде әңгіме қыламыз ғой. Сонда пікірі, көзқарасы осындай. Мынау өзің білесің, Қазақ радиосында ұзақ жылдар қызмет еткен, қазір ардагер Ғалым Есенсариев деген ағамыз болды. Сол кісі айтып еді, ол енді қазір үлкен зейнеткер адам ғой. Біз дүбәра болып қалдық деп. Не ауыл емес, не қалалық емес, ортасында қалып кеткен бір. Ауылға барсақ, ауылдық қасиет жоқ, өзіміздің бойымызда. Мына қалада не бір қалалық боплай, осы қаланың менталитеті дейміз ба, қаланың табиғатын дейміз ба, бұны толық бойымызға сіңіре алмадық. Содан кейін де шығар деп ойлаймын, мен көбінесе мына ауылда туып өскен адамдардың өмір бойы ауылды аңсап өтері. Өйткені оның кіндігі сол ауылда тамған, ауылда кесілген, ауылда өскен, балалығы бәрі сол ауылда қалды, көргені. Жадына көп, балалық дүние ғой, көбінесе адамның жадында сақталып қалатын. Сол себептен ол өмір бойы өшпейді, және сол ауылды аңсап өтеді. Ол деген сөз, тағы да мынандай нәрсе бар, ауылға кетсем шіркін деу мүмкін. Бұндай ой көбінесе адамдардың көбісінде болады. Бірақ бір нәрсе анық, енді барып, қайтып сол ауылға барып, тағы да арғарата ауылдың тіршілігін араласып, ауылдың адамы, ауылдың ағасы болып болмаса, ауылдың ақсақалы болып, тағы да тіршілік кеше алмайсың. Өйткені ажырап қалғасың. Ол жай ғана мына қарапайым, енді қазірде елге барып тұрамыз ғой, ауылға. Сол кезде мен өзімнің бірге оқыған, 10 жыл бірге оқыған, 11 жыл класстастарыммен, сыныптастарыммен
әңгіме дүкен құрып отқан уақытта әңгімеміз жараса бермейді. Өйткені мен басқа әлемдемін. Олардың күнделікті сол өздерінің ауылдағы тіршілігін әңгімесін алады, малын әңгіме қылады, жерін әңгіме қылады деген сияқты, шаруашылығын әңгіме қылады. Оған араласа алмайсың, өйткені сен оның ішінде жоқсың. Сонымен айналдырғанда бір ары кетсе бір апталық қана қызығы бар ауылдың қазіргі барсаң. Содан кейін қайтып сол маяғы мынау өзің барсың ба, жоқсың ба, түсіне алмай жүрген мынау улы шулы қаланы қайтып асығасың. Ауылға барып тұрам дейсіз, былай қазір ауыл өзгерді ма? Әрине, ауыл өзгерді. Мен салыстырсам, сол өзімнің бала күнімдегі ауылмен салыстырам ғой. Ол ауыл өзгерген, қай жағынан болмасын. Одан ортада қаншама уақыттар өтті. Біздің балалық шағымыз кешегі кеңестік одағы, кеңестік жүйеде болды. Ол кездегі дүниелер, ол кездегі сол ауылдағы мал шаруашылығы совхоз болды енді ауыл. Ол кездегінің бәрі қазір мүлдем басқа неге айналып кетті. Ал енді адамдардың өзінде үлкен өзгеріс бар. Мына уақытпен бірге, ағыммен бірге заман. Өйткені мен барғанда мен өзімнің бала күнімдегі ақсақалдарымды көрмеймін. Менің бала күнімдегі әжелер жоқ. Ол қазірде бар ғой, бірақ мен бәрі сол уақыттағы өзім көрген, өзім қолына су құйған ақсақалдарды елестетем, соларды іздеймін, соларға. Адамдар қалай өзгерді? Былай мінездері, болмыстары? Бұрын бала күнімізде бір ғана мысал айтайын. Бір үй салып жатса, не болмаса бір қора салып жатса дейміз ба, сол кезде айналасы түгел жүгіріп келіп асарлатып жіберетін тұғын. Ол міндетті түрде ағайын болу маңызды емес. Ол көрші қолаң. Оны және бір жазылмаған заңдылық сияқты. Мысал үшін әкеміз айтып отыратын, көрші жаңағы енді апаларымыз бар, аталарымыз бар енді сол кезде. Солардың үйінде бір қоңсы көрші болған екен көрініп тұрады ғой енді жасап жатқан тіршілігі. Бір мезгіл ана нені қойып барып ана жәрдем беріңдер. Мұны осы қалыптасқан дүние еді. Әзір енді ол жоқ, бірақ енді бір түбегейлі жоғалып кетті деуге болмайды. Мен енді ауылдан ұзап кеттім. Одан кейін мына бала күнімізде алдымызда бір әпкеміз болды, көрші ғой, көрші әпкеміз. Айжан деген әпкеміз болды. Өзіміз бала күнде кәдімгі әр ағайын ойнап өскен. Сол әпкеміз оқуға түсті. Енді мынау 80 жылдардың аяғы ғой, 80 әлі тәуелсіздік алмаған кез, кеңес одағы тарқамаған кез. Сонда осы Алматыға оқуға түсті. Ол кезде бір Алматыға бару деген ауылдағы адамдар үшін бір сұмдық керемет бір дүние. Қазіргі бір шетелге бару ма? Шетелге баруда таңсық болмай қалды. Қазір ешкімге таңсық емес, қазір кетіп барып келіп жатқан күнде. Сол сияқты Алматыға барып, о жақта оқуға түсу дегенде бір үлкен бір не көретін тұғын. Дәреже көретін тұғын. Сол Айжан әпшеміз жазғы каникулға келеді. Студент демалысқа. Сонда біз ойнап жүреміз, балдар көшеде. Сол бір көлік кеп тоқтайды, жаңағы Гүлзинеп апамыздың есігінің алдына. Соны Айжан түсіп жатады, сөмкелерін түсіріп. Сонда анау ойнап жүрген балдардың бәрі, Айжан келді деп, сол үйге жүгіреміз. Үйге барып, әке шешемізге айтамыз. Айжан келді оқудан деп. Сөйтсек, Айжан келді ма? Ой, бұрмайды, мынау керемет Гүлзинептің жүрегі жарылып жатыр екен онда. Қой, кемпір жүр барып қайтайық дейді әкем. Сөйтіп, сол үйге, сол уақытта жаңағы барып, Айжанның келгені, оқудан демалысқа келгені. Той. Бір мереке тұғын. Ана үйде сол күні жаңағыдай Гүлзинеп апамызда барын жайып келген жұрттың бәріне, көзайым болып жатсың ба, қызың келіп дейді. Сол қуаныш. Бір титтай қыздың
студент қыздың оқудан келгенін соншалықты бір мерекелететін тұғын. Қазір ол жоқ, мысалы үшін. Қазір кім келіп, кім кетіп жатыр, аса бір қызық емес. Ауылдың да былайша айтқанда табиғаты дейміз ба, мынау несі қатая бастаған уақытпен бірге, мынау заманның ағымымен бірге. Бірақ түбегейлі бір мейірім, жаңағы адамдық бір не жоғалып кетті деп айта алмайсың. Мен енді оған куә осыдан 2 жыл бұрын анам қайтыс болды, оның алдында інім қайтыс болды. Біз мына жақтамыз. Сол кезде елге барған уақыттағы елдің әлі де сол ағайындығы, көрші қоңыс, бауырмашылдығы бәрі сол кезде көрінді. Мен оны кәдімгі жүрегімнен өткіздім, сезіндім кәдімгі. Сол кезде енді сен ауылдың көп нәрсесінен ажырап қалғасын. Ненің қайдан әкелу керек екен, нені қалай не істеу керек екен де біле бермейсің. Сонда бәрін сол ауылдың азаматтары жаңағы жүгіріп, бәрі де тындырып, бәрін біз барамыз дегенше ұйымдастырып, жаңағы енді өлім жітім кезі ағайынның несі осындайда дейді ғой жаңағы. Бірақ мен сол кезде қатты сезіндім. Және баяғы бір соңғырап қалған көңіл ауылға деген бәрі де бір қайта жібігендей болды ма. Мен жалпы өзім қарыздар екенімді білемін ол ауылға. Мені сол өсіріп, өндіріп, сол осындай бір дәрежеге жіберген сол аядай бір ауыл. Және әлі күнге дейін де сол менің бір кейбір жетістіктерім болып жатса, шынымен мақтанып отыратын сол ауыл. Бір сұхбатыңызда қазір бізде бір ауыз жылы сөзді қимайтын жағдай қалыптасты. Ешкімді кінәлай алмайсың, өйткені өзің де сондайсың депсіз. Неге сондайсыз? Жалпы бұл көңілдің әр кездегі көңіл күйі ғой былайша айтқанда. Бірақ енді мен бұл пікірімнен қазір өзгердім деп те айта алмаймын шында. Әлі осындаймыз. Қазір шында қоғамда бір-біріне жылы сөз айту азайып кетті шында. Бір ғана айтайық, сен де осы әдебиеттің ішінде жүрсің. Мен де әдебиеттің ішінде, біз енді басқа саланы, басқа дүниені былай қойайық. Ал әдебиеттің ішінде өзің байқайсың ба, бар ма? Шынайы жылы сөз. Я бір жақсы бір шығармалар жазылып жатады. Я жақсы шығармалар дүниеге келіп жатады. Кәні соны кәдімгі алақайлап, болмаса жаңағыдай бір қарсы алып, жақсы бір немен осы алдыңғы буын дейміз ба, ағалардың алақан соғып, мысал үшін арқасынан қағып деген сияқты қарсы алып жатқан. Яғни ондай дүниелер бар жазылып жатқан. Бірақ мынандай нәрсе. Ол бір үлкен өтінішпен, болмаса есеппен жаздырады, болмаса. Ал енді шынайы бір кәдімгі мынандай азамат келді, мынандай жас қарындасымыз кепті әдебиетке, мына шығармасы деген сияқты нәрсені бар шығар, бірақ өте сирек. Одан кейін мынандай нәрсе ғой. Мысалы, мен өзімде әдебиетке келдік 90-шы жылдардың басында, 91. Мен де бүйтіп ойлансам, былай енді алақан соғып, болмаса айналайын деп қарсы алған ешкім болған жоқ, шыны керек. Әйтеуір сол өлара уақыт дейміз ғой, қазір мына біздің әдебиеттің абызы десек болады, қазақ поэзиясының үлкен қара нары Темірхан Медетбек ағамыз өзі бір кездері жазды мынау алтын көпірліктер деп. Егер сол 90-шы жылға әдебиетке келгендер жайында не бар, кім не деді деген нәрсе болса, бір ғана сол алтын көпірліктер айтылады, мысалы. Темірхан ағаның. Ол кісі сол кезде шында біраз біздің буынға, біздің алдымыздағы жаңағы Маралтай, Әмірхан, Бауыржан, Жарас сияқты, мысалы үшін аға достарымыздан бастап бірнеше
жастарға өзінің сол кездегі бір ағалық дейміз ба, бір осы алтын көпірліктер арқылы жақсы пікірін айтты. Одан басқа не бар мысалы? Одан кейін енді мен енді бір тұтас бір өкпелеп отқан жоқпын. Бұл бір заңдылық сияқты ма, ол солай, өйткені уақыттың бір несімен ағыммен осындай бола ма деген сияқты да ой келеді. Бірақ енді бір адамды осы кезде ойға түседі, әдебиетте үлкен, қазір мен сағынам. Мысалы үшін сондай нәрсені көрсе, дереу жаңағы телефон шалып деп қоңырауын соғып, болмаса көшеде көріп қалса, бір арнайы тоқтап, осы пікірін айтатын, әдебиетті жалпы өзін әдебиетке арнаған, өзін осы әдебиеттің өкілімін деп кәдімгі ыстық суығына күйіп жүретін бір ағамыз Аманған Әлімұлы еді, мысалы үшін. Ол кісі айтатын тұғын, тіпті кемшілігін айтатын тұғын. Мына жерінде сен мынаны дұрыс айтпағасың, дұрыс қолданбағасың деп. Сен мынандай нәрседен қаш, анандай бір қайталаулардан қаш деп салыстырмалы түрде басқа да мына орыстың ақындары бар, басқа алдыңғы ертеректегі біздің әдебиеттің алыптарының нелерінен келтіріп отырып айтып түсіндіретін тұғын. Ол шында жанашыр тұғын. Ал енді қазір шында біз азайды. Қазір енді әлеуметтік желіде бәріміз байланып отырмыз ғой, қарап отырмыз, көріп отырмыз. Мен енді көңіліне емеспін, мен біздің мысалы соның ішінде өзім де бармын. Жалған көбісі, өтірік мақтау, өтірік қолпаштау, бір шынайы дүниені көрмейсің қазір, шыны керек. Енді бұдан да шығармыз, бұдан да өтерміз, бұл да бір сондай бір уақыт шығар мысалы үшін. Өйткені бәрібір шынайы дүние өзінің кез келген шынайы дүние уақытында өзінің бағасын алады ғой. Бірақ енді дәл қазір осындай көңіл күйдеміз. Бір өлеңіңізде күдікпенен күмән жұпты, сырбаз сырды сақтау бар, мезі қылды мына жұртты марапатпен мақтаулар дейсіз. Жаңа өзіңіз айтып тұрғандай. Жұртты мезеткен осы марапат, мақтауды өзіңіз күтесіз ба? Мен күтетін тұғынмын бұрын. Былайша айтқанда, мақтауды кім жек көреді мысалы? Мақталсам екен дейсің, назарда болсам екен дейсің. Бірақ маған осы нәрсені мен сол үшінде өкпелі едім. Қоғамға өкпелі едім, біреулерге өкпелі едім. Неге мысалы үшін неғып көрінбейміз, неғып көрмейді деген сияқты, неғып елемейді деген сияқты. Бір жағынан сол нәрсе мені тәрбиелеген сияқты. Осы дұрыста болған сияқты. Қазір күтпеймін мақтау, марапатты. Бірақ мен енді мынау қазір сен алдыңа келіп отырмын, мына өмірімнің өткелі деген кітап. Кеше 50-ге толған кезде осы кітапты да шығардым. Бұның ішінде әр жылдары мен жайында жазылған пікірлер, шығармашылығыма байланысты. Содан кейін әр жылдары өзім баспасөздерде берген сұхбаттар, сондай дүниелерді бір іріктеп осы кітапқа шығарып қойдым. Енді соның ішінде мен бірде біреуін мен жайында жазыңызшы, мен осындай мына дүнием шығып еді, мына кітабым шығып еді, мына топтамам шығып еді, осы жайында бір пікір білдіріп жазып берсеңіз деген сияқты өтініш айтпаппын ешкімге. Кітап деп отырсыз ғой, осы екі кітабыңызды беріп отырсыз. Қара сөз қара өлеңге айналғанда деген. Былтыр Абайдың 180 жылдығы өтті. Осы кітабыңыз шықты. Жалпы Абай осы қара сөзге саналы түрде барды. Егер сол қара сөзді поэзияға айналдырам десе, өзді өлеңдетіп жазып шығатын еді. Мұхтар Мағауиннің пікірі бар. Ұлы ақындар өмірінің соңында
прозаға бет бұрады. Абай солай прозаға бұрды, бетін бұрды. Мағжан да сөйтті, Шолпанның күнәсін жазды деген. Осының енді өлеңге айналдырудың не керегі бар еді? Бұл бұл дүние жазылғаннан кейін бұл пікірлерді айтылды. Бірақ мынандай нәрсе, бұл ой маған келді, бір жылдай жүрді бірақ ойымда. Осыны жазу қаншалықты дұрыс емес деген сияқты. Біріншіден, мен бір Абай оқуларына қатысқаным бар еді. Мектептің оқушыларының. Сол кезде мына Абайдың қара сөздерін біздің оқушы балдарымыз жаттап алған, әдемі, бірақ оқып тұрғанда ішіне кірамайды. Қиналады екен, мен соны байқадым. Мына сөздердің күрделілігі, мектеп оқушысына әрине ауыр ғой. Кейде бір сол жерінен жаңылысып қалады, шатасып қалады, бір жаңылысы қайтып кірамай қалатын сондай дүниелерін байқап отырып, осыны бір Абайды дәріптеуде, Абайды осы балаларға, оқушыларға насихаттауда, оның ішінде қара сөзді осы бір өлеңмен жазып берсе қалай болады деген сияқты бір ой келді. Бұл енді біз өлеңмен жазғанда, ол шынды Абай енді жазам десе өлеңмен жазар еді ғой деген пікір айтылып жүр. Сол қара сөздің ішіндегі дүниелердің көбісі өлеңінде де бар негізі. Ал енді жалпы қара сөзді, бұл енді бұл жерде бір алабөтен басқа ой, басқа мақсат жоқ, бір ғана жол, осы балдарға, жастарға мысал үшін жаттауға ыңғайлы болсын. Өйткені біз қазақтың өз табиғаты да бір өлеңге жақын, оның ішінде мына қара өлең. Біз кез келген нәрсені бір өлеңмен жеткізгенді, және өлеңді тез қабылдайтын ұлтпыз ғой, ұрпақпыз, халықпыз. Соған ыңғайлы болар деп мен осы бір жылдай ойланып жүрдім, бірақ енді мұны алып шығуда оңай дүние емес қой, ұлы еңбекті. Және бір кісілермен ақылдасып көріп, мынауың жақсы идея екен, бірақ енді оны қалай алып шығасың, вот мәселе сонда деді жаңағыдай. Жаңағы өзінің табиғатын бұзбай, мағынасын, мәнін бұзбай алып шығу деп. Сол 2020 жыл елімізде пандемия келіп, бүкіл барлық адам үйге қамалып қалды. Сол уақытта осы алғашқы нелер жазыла бастады. Пандемияны енді жұрт әртүрлі айтып жатады, бірақ мен көп сезбей қалдым, шын айтсам. Өйткені осының ішінде отырып, мен күнделікті мынау осы төгіліп, осы жазылып жатты. Бірақ ол соңына таман келе бұл тоқтады, күрделі, мен кәдімгі жүрмей қалды. Әсіресе мына 38-ші қара сөз, бұның ішінде енді көбінесе бұл енді діни неде ғой, бағытта. Оның ішіндегі сөздері де күрделі, парсы сөздері бар, араб сөздері бар деген сияқты. Бұларды енді өзінің дәл мағынасын бере алмасам, ол да қиын. Мына түрколог мамандармен сөйлесіп отырдым, жігіттермен кейбір нәрселерді сұрап, кәдімгі. Сөйтіп бас аяғы не керек, бұл 5 жыл жазылды. 5 жыл жазылғанда тағы да қайта қарап, қайта өңдеп деген сияқты. Мына сол 2022 жылдармен мен жоқ әлде сол 20 жыл ма, есімде жоқ, әлеуметтік желідегі сол фейсбукта парақшама жариялаған тұғым өлеңдерді біртін. Бірақ кейін мына кітап шығарар кезде тағы бұның бәрін, сол шыққан өлеңдерді де бәрін қайтадан өңдейтін жерін өңдеп, қайта қарап деген сияқты. Бас аяғы осы 5 жылда жаңағы не дейді, жаңағы кесіп, пішіп, жаңағы дайын болған сияқты болды. Содан кейін бұны мен белгілі ақын, үлкен қаламгер, біздің Байбота Қошымнағой ағамыз бар, сол кісінің қолынан өткізгенді қаладым. Сол кісінің редакторлығынан, сол кісінің бір жаңағы көз қырынан өткізгенді қаладым да, сол кісіге өтініш айтып, сол кісі қарап берді, және алғы сөзін жазып бердім мына кітапта. Сөйтіп жарық көрді. Бұл жерде енді бірақ нәрсе, егер осы қара сөзді өлеңге айналдыру қаншалықты керек, оған не жаңағыдай түрткі болды дейміз ба деген сауалға
мендегі бірақ ой сол. насихат. Бірақ енді мен мынау Әл-Фараби атындағы ұлттық университетте журналистика факультетінде жұмыс істедім ғой, енді балдарға жаңағы сабақ бердік. Сол кезде мен оқытып көрдім мен осыны. Мынау шында бірақ өте жылы қабылдады. Мысалы жаттауға ыңғайлылығын, бәрі де сол балдардың бәрі де кеше мектеп қабырғасында осы қара сөзді жаттап өскен балдар ғой. Мынаны оқығанда олар мынау бір керемет екен, шынында жаттауға тез неге ыңғайлы екен деген сияқты. Қазір мектеп оқушылары мысалы үшін жан жақтан осыған мен осы кітап шыққалы да өзі біраз мектептерде болдым, кездесуге шақырып осы өлеңді оқып жатқандығын, жаттап жатқандығын сол көрсетті. Әлеке, мына біздің қоғамда осы ақын жазушылар бір саяси қоғамдық жұмыстарға араласпайды дейтін бір реніштер айтылып жатады. Ұлттың сөзін сөйлемейді дегендей. Осыған қатысты не ойлайсыз? Енді былай оны басы бүтін қаламгерлер, ақын жазушылар мына саяси қоғамдағы болып жатқан саяси дүниеден алыс деу, кесіп пішіп айту дұрыс емес деп ойлаймын. Қаламгер айтса несімен айтады? Қаламгер шығармасымен айтады. Ал енді ондай шығарма аз ба бізде? Жазылып жатқан дүниелер. Енді қалай болғанда да сауал маған қойылып отыр ғой. Маған қойылып отқаннан кейін мен өзімді айтар болсам, мысалы үшін 2011 жылғы Жаңаөзен оқиғасы болды. Мысалы сол Жаңаөзен оқиғасына байланысты мен жаңағы әлеуметтік желіден дәл сол болып жатқан жағдайды көріп, мен кәдімгі бір түн ұйықтамадым. Және сол бір түнде осы кейін Жас Алаш газетіне шықты. Жас Алаш газетінің жаңа жылдан кейінгі 2012 жылғы алғашқы санынан шықты. Бір бет болып, Отпантаудан от тұтатты қазақтар деп біледі. Мен қалай бұл енді елдегі болып жатқан, бұл Жаңаөзенде болып жатқан дүние ғой, маған қатысы жоқ қой деп ешкім айта алмайды. Ол кезде шында қаншама қаламгерлер, Еранғайып ағамыз жазып жатты, артынан Ұлықбек Есдәулет ағамыз жазды, мысалы үшін. Және де жалпы мындай қолына қалам ұстаған адамдардың бейжай қалғаны болған жоқ, мысалы сол оқиғада. Ал енді бір дүниесі біздің мынау қоғамдағы адамдардың талабы жаңағы айқайлап көшеге шығу керек сияқты болып тұрады. Алаңға шығу керек сияқты болып тұрады. Ал енді оны екінің бірі ондай бір не емес қой. Мысалы мен өзімді бір саясаттың толық кәдімгі, мысалы өзіміздің қоғамдағы, өзіміздің елдегі болып жатқан бүкіл саяси жағдайды назарымда ұстаймын, және соның ішінде күнделікті араласып, ненің ақ, ненің қара екенін ажыратып отырамын деп айта алмаймын, мысалы үшін. Ал тосыннан болған шынымен халықтық бір үлкен наразылықты алып бара жатқан бір дүние болса, мысалы үшін қай бір жылы шығыста су алып кетті. Қаншама үйлер, ауылдарды, жаңа үйлерді су шайып, үлкен кәдімгі айқай шу болып жатты. Ол кейін батыста қайталанып жатты. Сол кезде де жаздым мен, мысалы үшін су басып жатыр шығысымның, Мақтааралдың су алғанда да мен өзімнің шығармаммен үн қаттым. Бұл енді менің қаламгер ретінде, ақын ретіндегі қолымнан келген осы болды. Бұлай қоғамда мынау пара беру, пара алу деген өкінішке қарай бір үйреншікті болып кетті ғой. Қалыпты жағдай сияқты күнімізде. Сіз өзіңіз пара берген кезіңіз болды ма? Мен мемлекеттік қызметте де істедім. Шардар ауданының әкімінің орынбасары болдыңыз. Аудан әкімі орынбасары ғой. Мынау қазір эфирде отырмыз, мысалы үшін, бәленбай ел көріп отырсын. Және бірнеше ретті айтқам, тағы да айтам, мен сол қызметке пара беріп барған жоқпын.
бір тиын пара беріп барған жоқпын. Және пара алған да жоқпын соның ішінде жүргенде. Пара алу деген ойда, ниетте болған жоқ. Біріншіден. Екіншіден, қазір қоғамда бұл енді үлкен әңгіме шында. Қазіргі бір анау сұхбаттарды тыңдап отырсам, болмаса күнделікті бір көз алдымызда қазір пара алған үшін ұсталып, қолына кісен салып, сотталып жатқан адамдарды көріп жатырмыз. Ал жеке өз басымда пара беру деген болмапты. Бірақ рет, егер ол пара деуге келсе, пара шығар енді. Мынау кезінде мына Әл-Фараби атындағы ұлттық университеттің жатақханасында тұрдық, отбасылы болып. Сол кезде жаңағы бір уақытта мынандай жаңағы комендант апайымыз бар еді, өте жақсы кісі еді, жарықтық. Қазір бар ма екен, сол кездің өзінде үлкен кісі еді ғой, Жаңылхан апай. Сол кісі босатыңдар, мына жаздың уақыты ғой енді. Жатақханаға мынау жөндеу жұмыстары жүргелі жатыр, тез босатыңдар деп жатыр. Соны мен айтам, апай бары шыққанда қайға барамыз енді біз. Сөйтсем, ол кісі маған берген ақылы, сен ана дирекцияға бар. Сол кезде мына жатақханалардың дирекциясы болатын тұғын, сол жерде бәрін реттейтін директор бір кісі болды. Сол кісімен сөйлес. Сөйтсең, ол басқа жатақханадан орын тауып береді. Бір дұрыстап сөйлесші былай. Барып деп сөйтті. Не сөйлесем? Соны да білмейсің ба? Қалтасына бірдеңе сал. 5-10 теңге деп сөйтті. Жаңағыны алып, сол кездегі енді 5.000 теңге, енді әжептәуір ақша енді сол уақытта. Соны салып алып, қалтам бардым. Барсам, ана кісі кабинетінде отыр екен, төрде. Соны алдына барып, осындай мына жатақханадан жөндеу жұмыстары жүргелі жатыр екен, соған шығарып жатыр. Енді біз қайға барамыз, мен бала шағаммен. Отбасылымын ғой енді ол кезде. Мынау көрші жатақханалардың бірінен орын тауып берсеңізші әзірге. Ой, ондай жоқ. Қазір біз өз жайғастырамай жатырмыз. Қазір ол жаққа да кішкене құрылыс жөндеу жұмыстары жүргелі жатыр деп ол кісі енді жолатпады былай. Содан жаңағы отырмын ойланып. Жаңағы апайым айтып жіберген дүние бар. Содан қалай беру керек екенде біле алмай отырмын енді. Содан орнымнан тұрдым. Сөйтіп, енді кете қоймаймын. Ол кісі енді айтты болмайтынын. Бірдеңе қылсаңызшы аға деп қоямын. Не қылам, мен не істеймін дейді. Қызықсың деп сөйтіп. Орнынан тұрып, мынандай жерде бөлмесінің жерінде диван бар екен, сояқа келіп отырды. Соның қасында тұрмын. Жаңағы келіп. Сөйттім да жаңағы 5.000-ді қалтамнан алып, ұстап, қалтамдан шығарған жоқпын, ұстап тұрдым да жаңағы аға енді бірдеңе қылсаңызшы деп қойып қайтадан тағы да өтініш етті. Содан болмағаннан кейін отырған жерде мынандай көйлекпен отыр ол кісі. Көйлегінің төс қалтасы бар мынандай. Соған жаңағы 5.000-ді алдым да бүйтіп қалтасына апарып бүйтіп сала беріп отырған күйде екі қолынан ұстады, бүйтіп қолынан ұстап қалды. Ой, не істеп жатсың сен деп. Аға, мынау өзіңізге бір жаңағы жатақхананы шешіп берді. Жоқ, болмай тарт деймін, қазір қолым тарт деймін дейді. Мен де былай ананы күштеп тығамай жатырмын қалтасына. Ол да осылы қасарысып, жаңағы барынша қолын қайырып, не керек әйтеуір үстінен төніп тұрғаннан кейін мен қолым күшімді салыңқырап апарып қалтасына салып жібердім жаңағы. Содан мен де жаңағы ақшаны салғаннан кейін қолымды сәл босатып ем, ол да қолым босатты. Не деген адамсың өзі? Сөз түсінбейтін адам екенсің өзі. Сен мен құрт жібердің келіп тұрма, қазір біреу келіп қалса қандай не болады? Дейді, не айтарым білмеймін. Аға бірдеңе қылыңыз енді деп қоямын, басқа не етемін. Қызықтыңдар осы. Менің бір бүкіл мына жатағым, менің жатақханам сияқты деп ренжіп біраз сөздерін айтты да, сол көп кідірген жоқпын. Аға бірдеңе қылыңыз енді дедім да, сонымен шығып кеттім. Ана жердегі азап мен енді ана шыққаннан кейінгі. Біріншіден өмірімде жаңағы пара берген түрім. Екіншіден бұным қандай болды өзі деп шыққаннан кейін.
сонымен не керек, жұмысқа кеттім, ол кезде қазақ радиосында істейміз. Кешке қайтып келсем, комендант абай айтады, Әлібек, саған директор 17-ші жатақхананың пәлен бөлмесіне сол жақта орын болса, сол жаққа барсын деп айтты, деп сол жаққа көшіп алсын деп. Филология факультеті. Иә. Сөйтіп, сол жерде бір 2-3 ай жаздың уақытында көшіп алып, сол жақта тұрғанымыз бар. Менің жаңағы пара алдыңыз ба, бердіңіз ба деген сен сауалыңа осы ойыма түсіп отыр ғой енді. Пара берген кезім осы. Сосын мынау әсіресе мынау көлікпен жүргенде мынау ертеректе, қазір енді мынау көшеде мынау май қызметкерлер тоқтатпайды ғой, бірақ ертеректе тоқтататын тұғын. Сол ауылдан бір жеңгем келіп, сол кісіні мынау Ащыбалақ деген ауыл жаққа барып, содан қайтып келе жатырмын. Сөйтіп май қызметкер тоқтатты. Сөйтіп құжатымды сұрады. Мен неғанда қара басқанда құжаттардың бәрін ұмытып кетіппін. Үйде қалып кеткен ғой. Жаңа кісіні апарам деп асығып. Содан жігіттерге айтамын, жігіттер, мен бәрі дұрыс құжаттарым бар. Бірақ үйде ұмытып кетіппін. Жоқ, үйде болмайды, бұл қалай құжатсыз деп, оларды енді өзінің жігіттер, мен журналистпін, қазақ радиосында істейтін едім. Мен сендерді алдамаймын ғой осында. Сөйтсем, енді журналистік куәлігімді көрсет дейді. Ол да қалып кеткен, бәрі қалып кеткен. Сонда жаңағы бірдеңке тастап кетсейші дейді, екіншісі айтады. Бірінші тастайтын да ештеңке жоқ. Жаңағы айтып отырмын ғой. Ненің бәрі документ, құжат, жаңағы әмияның бәрі қалып кеткен ғой. Шынды айтсам, болды. Бір уақытта тұрып, қай жақтансың деді. Сосын айттым осындай. Оңтүстік Қазақстан ол сол кезде жаңағы шарлар. Шымкент қой дейді. Баршы деді. Бар. Сендер шымкенттер осындайсыңдар ғой деді. Анау қатты ренжіп айтты ма? Және өзім бір құжатым жоқ, кетейін десем, ананың сөзі жаныма жаман тиді жаңағыдай, қатты. Онымен енді пәлен деп айта салмайсың. Мен айтамын, сен бауырым өйтіп қатты неғыма ренжіме. Мен шынды айттым, құдайлығымды айтып тұрмын саған. Қош бар, кетші деп сөйтті. Сонымен кеткем. Анау жаман болады екен адамның несіне жаңағы. Көбінесе шынды анау журналистік немізді айтып көрсетіп куәлігімізді, ол кезде де шында былай май қызметкерлеріне де бір пара беріп, болмаса ондай болмапты шыны керек. Сізді не толғандырады жалпы осы? Толғандыратын нәрсе көп қой. Бізде жас емеспіз. Мына 50-ден астық. Қоғамдағы мынау қазір қазақты не толғандырады? Мені де сол толғандырады. Мысалы үшін бір ғана қарапайым ғана, мен әрбірден соң қазір мынау біздің кішкентай балаларымыздың өзінің тәрбиесі де толғандырады. Оны енді мен көшеден күнделікті көрген кезде қазір ғана осы аулаңа шығасың, біздің мектептегі балалардың қазіргі уақыттағы аузындағы сөздер сұмдық болып кетті. Бұлардың кәдімгі боғауызды, ана боғауызды анша-мұнша адамдар өзі айтуға да ұялады. Оның ішінде қызы да бар. Мен енді үлкен бір кәмелеттік жасқа толған бір жастардың аузынан естісем, бәлкім сәл қабылдар ма едім, оған көндігер ме едім. Бірақ мектеп оқушысының, мектеп жасындағы балалардың аузынан есту деген бұл сұмдық екен. Жаңағы боғауыздың түр-түрін айтады қазір. Мен енді мынау құлагердегі өзіміздің мектептің жанында, сол кейде былай далаға серуенге шыққан кезде жаңа мектептен қайтып отқан балалардың көресің, аналардың кетіп бара жатып бірін-біріне айтатын сөзі деген адам шошиды. Одан қалды, ол бір жай ғана мектептен қайтып бардым. Жалпы қоғамда мынау көшеде көріп қалсаң да, кәдімгідей қызы да қысылуды қойды, жастардың әсіресе. Жаңағыдай боғауыз сөздің түр-түрін кәдімгі қалыпты сөз сияқты телефонмен сөйлесіп кетіп айтып бара жатады мысалы. Бұл да ойландырады, бұл да мазалайды, біз қайда баратырмыз, өзім
қалай болсын, қандай боламыз деген сияқты бұл да ойландырады. Сол сияқты ойландыратын, мазалайтын нәрсе көп қанат. Енді адам өзімен бір оңаша қалған кезде сұхбаттасады ғой. Мынандай бір подкасттарда, бір телеарналардың сұхбатында ғана емес. Өзінің өміріне есеп берер, ойланар. Сіздің өзіңізге жиі қоятын сұрағыңыз бар ма? Бұл мәселеде мен қазір өзіммен өзім айналысып жатқан адаммын қазір. Жалпы қоғамда адамдар әртүрлі іспен айналысады ғой. Әртүрлі кәсіппен, әртүрлі қызметпен айналысады, әртүрлі жағдай. Ал мен қазір көбіне көп өзіммен айналысып жатырмын. Бұл деген не? Жалпы мен кіммін? Ал енді арғарда кім болам? Дүниедегі ең қиын нәрсе, мысалы кез келген мамандықты меңгеруге болатын шығар, былай ішіне кіріп, араласып, көріп, біліп, ұстап деген сияқты. Ал адамдың өзіне өзі үңілуі, өзіне өзі есеп жүргізуі, өзіне өзі сұрақ қоюы, өзіне өзі тәрбиелеу. Бұл өте үлкен нәрсе. Енді қаншалықты деймін, бірақ мынандай нәрсе бар. Адам өзімен өзі оңаша қалғанда бір әлем, имани кәдімгі, өзіңе өзің имани сұрағыңды қоясың, жауабың да сол. Оны кімнен жасырасың? Мысалы, өзіңді өзің, адам өзінен артық ешкім білмейді негізі. Біз көшеде, мысалы, мен қазір саған келіп отырмын. Менің ойымда қазір білем, мына ертең елдің назарына шығады, осы елге бір әдемі көріну, дұрыс көріну, жақсы сөз айту, бәріміз. Бұл жердегі қазіргі мен айтып отқан ойларымның бәрі де шынайы болмауы мүмкін. Белгілі бір деңгейде мен бәрі ішкі нем бар. Қалай айтсам болады? Ішкі фильтрлерім бар қазір. Цензураңыз. Өйткені не? Біліп отырмын ғой, қазір елдің алдында отырғанымды, елдің тыңдайтын. Сол себептен бұл жерде мен белгілі бір деңгейде сақтық жасаймын, белгілі бір деңгейде өзіме жаңа не жасаймын, қалай айтсам болады жаңағы. Тосқауыл ойларыңызға. Ал оңаша қалғанда өзіңмен өзің анда ештеңені жасырамайсың. Өйткені өзің белгілісің. Сол сұрақ көп өзіңе де қоятын. Бала ретінде әке шешеме қандай жақсылық жасай алдым, мысал үшін. Бала бола алдым ба дұрыс. Әке ретінде балаларыма дұрыс қарай алдым ба, тәрбиелей алдым ба. Балаң көз алдында күніге. Балаңның бір қателігі үшін өзің ойланасың. Бір жақсылық үшін қуанасың. Одан бөлек, мысал үшін, адам ретінде, ақын ретінде де, шығармашылық адам ретінде не жаздым деген нәрсені де қоясың өзіңе. Ақтарасың, қарайсың. Былай сұмдық жаңағы бітіп тастаған, қопарып тастаған, ақтарып тастаған дүнием жоқ. Осы да өлең бекен деген дүниені кейде өзіңе қоясың, мысалы үшін. Негізгі нәрсені енді жазу керек ау деп. Мысалы, енді маған солай болып тұрады ылғи. Маған енді жазылатын болып тұрады, сияқты болып тұрады. Негізгі дүниелерім. Бәлкім бұл алдау шығар өзімді, болмаса басқалай шығар, бірақ ішкі немде енді жазылатын сияқты болып, осылай өзімді сендіремін. Қазір бір қым-қуыт уақыт болып кетті ғой. Адамдарда жиі кездесе бермейміз. Өзіңізбен сонау 2005 жылдары, 2006 бірге еңбек еттік. Көп кездеспейміз. Менің көрермендеріме де бір жыр шашу болсын дейміз ба, бір өлең оқып берсеңіз. Адам деген ұлы есім.
иә бұл алла тағаланың да құдайдың жаратқан кезіндегі үлкен кәдімгі махаббатпен жаратқан біз сондай бір жаратылысымыз. Ол кәдімгі Құранда да тұр ғой, бүкіл періштелердің алдында мақтанышпен айтып, бүкіл періштелерге сәжде жасатқызып, сондай бір махаббатпен жаратылдық адам деген. Бірақ біз қазір осы атты өте бір төмендетіп алдық. Төмендетіп алғанда біз емес қой, жалпы адамзат уақытпен бірге осы адам деген аттан бізге енді сыртынан кез келген адам деп айтамыз ғой, бірақ ол одан қымбат есім етті. Мен қазір енді бір дүниені бастадым, ол қаншалықты білмеймін, және қалай аяқталатынын да білмеймін. Адам және адамзат деген дүние жазып жатырмын. Былайша айтқанда бір деградациялық поэма деп қойып отырмын әзірге. Содан бір өзінді оқып берейін, бір бөлігін. Жақсы. Мен адаммын. Адам менің шын атым. Құпиям бар, Құдай ғана ұғатын. Жүрегімнің шын иесі, аппақ нұр, ақыреттік ақиқаттан тұратын. Мен адаммын, әлімсақтан адаммын, аппақ нұрдың сәулесінен ағардым. Періштелер басын иген сәттегі сенімменен сертіме де адалмын. Мен адаммын, адам болып жаралғам, құрсақ өмір қуатынан нәр алғам. Жарлығымен жаратушы иемнің азды күнге аманатқа жан алғам. Мен адаммын, адам болып туылғам, туа сала шілде суға жуынғам. Күшіменен 9 қабат толғақтың ана құрсақ мекенінен қуылғам. Мен адаммын, адам болып келгенмін, адам болып өтеріме сенгенмін. Түйір ғана тамшы судан тірілген аталықтың атан күші белденмін. Мен адаммын, Алла менің авторым, одан өзге болмақ емес қақ пірім. Тән кебінім тозғанынша тастамай зікір етер тілімдегі тәкбірім. Мен адаммын, көшірмесі Құдайдың, сол үшін де өзгелерге ұнаймын. Жаратқанның 99 есімін жалғыз ғана жүрегіммен құраймын. Мен адаммын, жаным нұрдан жаралған, рухым бар, ізгіліктен нәр алған. Менің көңіл күмбезімнің қонағы, адамзаттық аңсарменен бар арман. Мен адаммын, иесімін ақылдың, сондықтан да жаратқанға жақынмын. Жақсылықпен жылулыққа жаным бай, жамандықпен зұлымдыққа ғапылмын. Мен адаммын, адам менің есімім, тербететін тіршіліктің бесігін. Ана сүтім, махаббат пен мейірім, ата тегім, қамқорлық пен кешірім. Мен адаммын, мәртебелі есіммін, шынайыммын, шындық деген шешіммін. Ақ пен қара арасына араша, ақиқат деп аталатын кесіммін. Мен адаммын, айналама адалмын, аң мен құстың алдында да жабалмын. Жыбырлаған жан иесі жәндіктің жүрегінен ұлы шындық табалдым. Мен адаммын, табиғатпен егізбін, тыңдай білсең, табиғатта ең үзгін. Шыңдарынан шабыт алып таулардың тереңінен ой сүземін теңіздің. Мен адаммын, тіршіліктің иесі, қасиетпен қадір болған киесі. Ұлы шебер қолменен жасалған туындымын, бұзылмайтын жүйесі. Мен адаммын, адам менің шын атым, тұла бойы ар ұжданнан тұратын. Адам болып келіп мына ғаламға, адам болып өту еді мұратым. Әттең бірақ жетпей қалды қуатым. Рахмет. Енді сіз осы ақын ретінде, қаламгер ретінде сіз үшін бір жабық тақырып бар ма, жазбаймын дейтін? Әзірге мен үшін мына тақырып жабық деп ондай ойлап көрмеппін. Енді қалайда мынау қоғамда болып жатқан, жалпы менің өзімнің ішкі әлемімде болып жатқан кез келген дүниені әзірге түртіп келе жатқан жағдайым бар, қалам арқау етіп. Алдағы уақытта да сондай болатын шығар деп ойлаймын, бірақ мына тақырып мен үшін жабық деп білмеймін, айта алмадым. Шығармашылық табыс тілеймін, Әреке.
рахмет. жақсы күндеріміз көп болсын. Рахмет келгеніңізге. Жақсы рахмет.